Ассалаумағалейкум аға дейді. Жасым 28-де, әлі үйленген жоқпын дейді. Ұялшақпын, көп батып сөз айта алмаймын дейді. Өткен жылы бір қызбен сөз жарастырып едім. Сол қыз әлі көз алдымда дейді. Сол қызды алып қашсам бола ма? Жалпы шариғатымызда 3-тен көп кездесуге болмайды дейді. Қазіргі заманда 3 кездесумен толық тану мүмкін бе дейді. Енді бұл жерде бір жағдай бар, бауырым. Менің бір ағам бар. Жасы үлкен кісі. Енді жасы 60-тан асқан. Сол кісінің бір әңгімесі есіме түсіп отыр. Сіздің мына қыздың алдында ұялшақпен, қызды қатты айландыра алмаймын, қызға өткір емеспін деген сөзіңізге қарап. Иә, бір күнде бірнеше қызды көндіре аламын, қаласам 10 қыздың жүрегін өзіме бұра аламын деп мақтанатын жігіттер бар шығар. Бірақ жалпы қыздың алдында ұялшақпын, қызға өткір емеспін дегеннің де бір қайырлы жақтары бар. Жаңағы 60-тан асқан ағам айтады былай деп. Бір кездерде совет кезеңі, кеңестік кезеңде достарым, жора жолдастарым барлығы арақ ішетін еді дейді. Сол кезде мен бір стақан ішсем мас болып қалам, біреумен байланысып, жұртпен тез ұрыс керіс шығарып, осы отырған ортамның мазасын алатын ем дейді. Ал жаңағы жора жолдастарым болса керемет арақ көтереді, қанша ішсе де қатты мас болмайды, жұрттың мазасын алмайды, әйел бала шағасының да тынышын кетірмейді, үйіне барып демалып қалады дейді. Бірақ уақыт өте келе сол арақ көтеретін жолдастарымның көбі маскүнем болып кетті, көпшілігі ауруға душар болып, 60-қа жетпей қайтыс болып кетті дейді. Арақ көтеретін достарымның көбі 60-қа жетпей қайтыс болып кетті дейді. Ал мен арақ көтере алмайтын, бір стақан ішсем, соған мас болып қалып жұрттың мазасын алатын мені туған туысқандарым жабылып жүріп арақ қойғызды дейді сол кезде. 40-қа жетпей. Содан сол 40-қа жетпей арақ қойдым, денсаулығым жақсарды. Кейін өмірлік жолымды таптым, кәсібімді бастадым. Қазір денсаулығым жақсы, аттай шауып жүрмін. Жасым 60-тан асты, арақтан да шылымнан да алыспын дейді. Сонда қарап отырсақ, арақ көтере аламын деген мақтанғандардың көбі жасына жетпей өмірден өтті, қыршынынан қиылып кетті да, ал сол кезде арақ көтере алмаймын деп өкінген көкеміз әлі күнге дейін соның пайдасын көріп, керемет болды. Енді сол ағамыз айтады. Сол кеңестік кезеңде анда барамыз, мұнда барамыз, менің бір жаман қасиетім дейді, мен тырнақша ішінде. Қыз айландыра алмайтын едім дейді. Қыздың алдында ұялшақ едім дейді. Осы елдің барлығы бір қызбен билеп, бір қызды сүйреп жүрген кезде мен бұрышта сол вечерде отыратын едім, қыздардың тілін таба алмай дейді. Сөйтіп жүргенде сол қыздардың тілін тапқан жігіттер беті жылтыр, іші суық, қаншама қыздарға жолығып, ажырасып, қаншама жағдайлар басынан өтті дейді. Мен сол әйтеуір өзім бір сүйген қызыммен үйлендім, соныменен басқа қызға да барып қатырған жоқпын, бірақ Құдайға шүкір қазіргі кезде арым таза, еш қызды жылатқам жоқ, ешкімнің көзінің жасына қалғам жоқ, ешкімнің қарғысын алған жоқпын. Құдайға шүкір мені жұбайымменен бірнеше баланы тәрбиелеп, немере сүйіп, қазіргі уақытта бақытты ғұмыр кешіп отырмын дейді. Күн өткен сайын, жасым 60-тан асқан сайын мен бәйбішемді жақсы көремін, бәйбішем мені құрметтейді. Екеуміздің арамызда керемет махаббат та, сыйластық та бәрі бар. Қазіргі уақытта тыныш, рахатта ғұмыр кешіп жатырмын дейді. Сіз жаңағы қызды алып қашам дегеніңізге қарағанда бір үйленбейтін ынжық, немесе бір қызға сөз өтпейтін адам деп айта алмаймын. Бірақ сізде бір тазалық бар деп ойлаймын. Сізде бір қыздың алдында бір қазіргі кезде дефицит болған ер азаматтың бойында бір таза намыс бар деп ойлаймын. Сол себептен шығар. Енді сізде мүмкін тәжірибе жетіспеуі мүмкін, төңірегіңізде жанашыр, тәжірибелі, үлгісі үлкен ер азаматтар болмай жатуы мүмкін. Әйтпесе ел мақтаған жігітті қыз жақтаған деген сияқты көбінде қыз баланың көңілін қарату үшін, қыз баланың жүрегін үйленетін жігіт өзіне бұру үшін көбінде оның төңірегіндегі адамдарға әсер етеді. Бауырым, алып қашу мәселесін қоя тұрып, әлі де болса сол қыздың төңірегіндегі жауапты адамдармен сөйлесіп, солардың сенімін алу арқылы бір жол іздегеніңіз дұрыс деп ойлаймын.